Жасар балам, тұр. Тұр, сабаққа кешігесің. Айттым ғой саған кеше. Ерте жат, сабағыңды оқы. Үй жұмысын орындадың ба әйтеуір? Тұр. Тұр деймін. Тұрсайшы. Кән маған қара. Балам, сабағыңды жақсы оқы. Бұзық болма, жарай ма? Бұзықтығыңды қой, балам. Бізді ұятқа қалдырмай, жақсы оқып жүр, балам. Бар ағай. Балам, тоқташ. Мына қоқыс тастай сал. Жарайды. Кім атты пакетті? Мынау бізде презент континуустың формуласы. Алдыма қарасай үші. Ана басына қағазбен ұстай. Кімді? Мынаны ма? Так, Я сол. балалар, презент континуустың формуласын дәптерлеріңді ашып жазыңдар. Қойсай. Қайсың? Дәптерлеріңді ашыңдар. Жасар! Тұр! Тұр дедім мен саған. Не істеп отырсың сен? Не сабақ оқымайсың? Не мынау? Бар, шығып кет кабинеттен, саған қызық болмаса. Шық! Директорге барасың, атаңнаңсыз келуші болма, түсінікті ма? Әй, Жасар! Жасар! Жасар тым бұзық. Бұны тоқтатып болмайды ғой. Бұзықтықты ойланбай жасайды. Енді ойлансам бұзықты жасамаймын. Көрдіңіз бе, сөз қайтарады. Мектептен шығару керек. Сен баланы не істеуге болады өзі? Қанша айтса да құлағыңа кірмейді. Тіпті ата-анаңды да тыңдамайсың. Жасаржан, сені интернатқа жіберуге тура келеді. Жүзі ағай, үйтпеңізші ағай. Енді жақсы бала болам. Ағай, үйтпеңізші, өтініш. Болды, шешім қабылдап қойдым. Интернатқа кетесің. Ертең ата-анаңды шақырам. Ағай, үйтпеңізші, өтініш. Енді жақсы бала болам. Шын сөзім ағай. Рас айтасың ба? Я, рас айтам ағай. Шын сөзім. Ал, құрметті әріптестер, не істейміз? Жасарға тағы бір мүмкіндік береміз бе? Өтініш. Енді жақсы бала болам. Әй, балам, көмектесші, Бұл өмірде әркім өз-өзіне көмектесу керек. Бауырым әпер жүрс. Алып бер жүрсі. Керек болса ма? Не үшін теттің? Ал дедім. Кетіңдерші. Ей бала. Қуама. Тағы сен ба? Не ағып жүрсің?
Не жұмысың бар? Жұмысым жоқ. Не болды, көңіл күйің жоқ? Жай. Сен өзі үйің бар ма? Қоқыста жүресің сол. Үйім осы. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі осы жерге жатам. Жексенбі далаға жатам. Әдем емес па? Я деме. Сені өзгелері жақтыра ма, жақтырмай ма? Білесің ба? Білмеймін. Мен ешкімге пайдам тимесе зияным жоқ. Өзімен өзім жүрген біреумін ғой. Шайша сұрадың ба? Мен бұзықты көп жасаймын. Түсінбеймін. Барлық адам мені жақтырмайды. Мектепте бәрі мені жаман көреді. Мектепте шығарамыз деді бүгін. Бірақ маған бұзық болу ұнайды. Мен бұзық болсам, олар маған көңіл аударады. Сол үшін мен бұзық қаламын. Мен саған бір құпия айтайын. Адамдарға жақсылық жасап та көңіліне шыға болады, білесің ба? Мысалы, сен біреуге жақсылық жасасаң, олардан бата аласың, одан кейін олар да саған жақсылық жасайды, түсіндің ба? Рахмет. Сен өзі атың болмыш ба? Жоқ. Менің де атым бар, тура сен сияқты. Сен атың жасармысың да? Қайсар. Қайсар Әжібек. Әкенің аты кім? Серік. Қайсар Әжібек Серікұлы. Олай болса мен кеттім болмыш. Ой, кешіріңіз. Әжібеков Қайсар Серік, кеттім. Кел. Қазы жейміз. О, қазы! Тану бар ма не? Я? Міне Кәні. түсті деген қарсы. Ой. Қайырлы таң анашым. Жасар, бүгін ерте тұрғансың ба? Жай. Сабаққа кешікпеуім керек. Жарығым, ауырып тұрған жоқсың ба? Бәрі жақсы ма? Я, бәрі жақсы. Сабаққа кешікпейін деп едім. Көмек керек жоқ па? Жоқ. Мен кеттім онда. Жасар, ал, мына кесені жуасаш. Жарайды. Тақтаны кім сүртеді? Апай, мен сүртейін. Саған не болған? Маған не бопты? Жақшақа өзгерейін дедің ба? Жоқ. Жақсы болайын деген ем. Енді мен соны айттым ғой. Бірақ бүгін ғана шаря. Сен бүгін ешкімге тиіспедің. Шуламадың да ғой. Мүмкін емес. Сен ертең ақ бұрын жасарып шыға келесің. Бірақ күнде ғой. Білем ғой сен. Маған болмыш айтты. Егер сен жақсы болсаң, ортамда жақсы болады. Сен болмыш тыңдап жүрсің ба? Ой, таза кезің ғой сен. Болмыш өзі ақылды болып баратса, неге болмыш болды ол? Ойлансай. Ол болмыш болса да, сенен ақылды шығар. Жарайды, ақылды қойшы. Қазір көрсетем. Апай, беріңіз маған. Апай, беріңіз. Сіз шаршадыңыз, апай, беріңіз. Өзім сүртем. Сіз демалып алыңыз. Мына балаға не болған? Білмеймін, кешеден бері ақылды болып жүрмін. Бұзық болып, ұрыс естіп жүргенше.
жақсылық жасап бәрінен алғыс алып жүрген жақсы екен ғой. Не жақсылық жасасам екен? О, далаға. Бауырым, алып бер жерші. Ол әпермейді. О, әперіп жатыр ғой. Рахмет. Рахмет. Әперді ғой. Айша, осындасың ба? Рахмет, аға. Оғаш жоқ. Апа, келіңіз көмектесіп жүрейін. Ой, рахмет. Бақытты бол жан. Үйіңіз қай жерде? Жүре ғой. Мына жақта. Ана үй ма? Апаның сүңгесі ауыр екен, Мен саған бір құпия айтайын. Адамдарға жақсылық жасап та көңіліне шыға болады, білесің ба? Мысалы, сен біреуге жақсылық жасасаң, олардан бата аласың, одан кейін олар да саған жақсылық жасайды, түсіндің ба? Неге өзімді жақсы сезініп тұрып, ішімде бір қуаныш бар сияқты. Тағы кімге көмектесем болады? Жасар кәдімде жақсы бала болып қапты. Соғы қалайша өзгеріп кеткен бір бәсте. Мүмкін басқа мектепке ауыспау үшін шығар. Томыз ағай, ой, Қайрат ағай, қайдасыз? Мен сізге жақсы болғанымды айтайын деп едім. Қайсар ағай, қайдасыз? Қайда кеткен? Жасар. Бір қызық көрсетейін ба? Қара, нан көрдің ба? Нан ше. Санерге. Ақымақ. Түрін көрдің ба? Ұялмайсың ба? Сабақ оқымайсың ба? Ойнап отырып қой, сәл күле салсаң. Сендер енді күліп, көңілдеріңе қарай. Тынышталамыз. Балалар, мына есепті кім шығара алады? Апай, мен. Сеніңсің бе, Жасар? Я. Жарайсың, Жасар. Бүгін сабаққа жақсы дайындалып келіпсің. Отыра ғой. Жарайсың. Қарашы. Бір Қойындаш. Азамат? Азамат, не істеп жүрсің дала сапырып? Жүр мектепке. Мен мектепке бара алмайм. Жұмыс істеуім керек. Неге? Анам үйде ауырып жатыр. Ал біз көп балалы отбасымыз. Бауырларымды асырауым керек. Әкімшілік қайда қарап жатыр? Білмеймін. Қазір күте тұр. Құрметті достар, адам басына қиындық туған кезде біздің қол ұшымызды беру ол адами құндылығымыз. Маған көмектесесіңдер ғой, Көмектесем. Келіңіздер, алыңыздар. Әрбір сіздің сатып алған заттарыңыз қайырымдылыққа жұмсалады. Міне, қара. Бұл бізде 2500 теңге. Міне, қара, бұл 6000 теңге тұрады. Аласың ба? Кәне. Рахмет. Бұл зат болғаннан кейін 3000 теңгеге сатамын. Мен 7000 теңге тұрам.
қараңыз апай, міне. Бұл негізі 3 мың теңге тұрады. Сіз үшін 2 мың теңге қылып беремін. Мен жасардан андай күткен жоқпын. Расында да өзгеріп кеткен сияқты ғой. Келіңіздер, алыңыздар. Жарайсыңдар. Жасар сенің бұзықтығыңа қарап өзгермей ма десем? Өзгердің, жақсы бала болып жатсың. Жарайсың, сәттілік. Азамат. Ау? Саған жақсы жаңалығым бар. Қандай? Сен отбасына көмек ретінде ақша алып келдім. Дәрі де алдым. Үйіне тамақ алып келдім. Номерін айтшы. 705. Аха. 360. Қара, жіберіп қойдым. Рахмет. Әкімшілік қайда қарап отқанын білмедім. Бірақ сен нағыз дос екенсің. Келіп қалдым да жасар? Қалай санашым? Жақсы, ақылдым. Сөмкеңді шеше қой. Неге сонша? Ішіне не салғаныз? Кітаптар ғой, кітаптар. Ауыр соңғы көтергенше басыңды көтеріп алсай ақымақ. Өзің ақымақ. Қойсайшы медет, балаға тимей. Жаным, ақылдым. Жақсы оқушыны осыншақтап көтеру керек пе? Жақсы оқимын дейсің ба? Дымда миың жоқ қой, сен не оқисың? Сөмкені бір рет болсын ашып тексересің ба өзі? Енді өзіңнен көр. Не болды? Сумка ауыр болып кетті ме? Не болды? Білмеймін, сөмкем ауыр болып кеткен секілді ештеңе салмаған сияқты едім. Күлме досқа келер басқа дейді. Сөмкені бір рет болсын ашып тексересің ба өзі? Кітап салған менде де ақыл көп. Жасар! Болмыш ағай! Ой, Қайрат ағай! Не болды? Қайсар! Қалайсың? Таптым ау сені. Жүрегімнің емі деп қойды. Рахмет, Алла разы болсын. Сіз болмыш болсаңыз да шы, ең жақсы адамдардан да ақылды болмыш екенсіз. Сіз болмағанда, рахмет сізге шы. Сіз болмағанда, мен жақсы болмайтын ем, өзгермейтін ем. Не үшін маған рахмет айтып отырсың? Ой, сіз ғой маған ақыл айтып жақсы жолға түсірген. Сіз ақыл айтпасаңыз, жақсы жолға түспейтін ем. Жақсы шаға өзгергенің. Рахмет. Қуаныштымын әрине. Егер сағынсаң кеп тұр. Үй осы. Егер жексенбі келсең, сыртқа жатамыз. Маса жоқ. Ал жаба жаққа өзгерген келсе, ондай. Жоқ, керек емес. Жақсы болу жақсы екен. Жақсы болса елдің мақтанышы, әркім саған рахмет айтады. Жақсы болу жақсы екен. Сен үйіңдегілер тәрбие бермей ме не? Жоқ, тәрбие береді, бірақ ола сәл еркелетіп. Есінде болсын. Сен жақсылыққа итермелеген мен емес, мына өзіңсің, түсіндің ба? Жақсы болуда, жаман болуда мына өзіңнен. Сосын, сендер бай тұрасыңдар ма? Иә. Онда мен әкеге басырамаш? Жоқ. Асырамайсың? Асырамаймыз. Бар үйге бар онда. Кеттім онда. Анам уайымдайды. Жақсы. Қайрат ағай. Қайсар мен аты, Қайсар. Қайсар ма? Қайсар ағай. Абайдың қара сөзін кім айтады?
апай мен Жарас, тамаша, келе ғой ортаға. ебін тапта жөнге сал. Адам баласын заман өсіреді. Егер кімде кім жаман болса, оның бәрі замандасы кінәлі. Егер мен зан қуаты бар кісі болсам, адам мінезін түзеуге болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Дүниеде жалғыз қалған адам, ол адамның өлгені. Жарайсың жасар. Отыр орнына.